Assalamu alaikum. Qo'y suyar qavm, mal suyar qavm degендей. Мінекей, туман бүгін. Малды ұстап тұра алмайсың. Малды шығару керекпіз. Енді осындай кезде мен өткен кездегі жасаған қоңырауларым өте жақсы көмек береді. Жақындатып көрейін мен. Қойларымыз көрініп отыр ма? Арен көрініп тұр. Енді камера ондай не қылмайды. Передавать еткізбейді негізінде. Осылай. Қазір жақындап көрейін малға. Қалай не қылсам екен. Бір қолмен сцепление, камера. Неғып тұрға. Түсінбей жатырмын қалай мынаны орнынан қозғалуға. Ұстап тұратын штативте жоқ, ештеңе жоқ менде. Андай. Қазір көремін. Бір қолмен айдап келіп жатырмын. Топырақ құмда. Mana qo'ylarni, yaxinroq qo'ylarni. Өттіңіздер камера дірілдеп тұрғанға жер түзу емес. Өшірдім. Туманда тақыр-тұқыр кетіп жатыр. Туман. Азанда қойлар шыққаннан кейін 3-4 километр жүрмей тоқтамайды. Осылай 4 километр жүріп өтеді. Жүгіріп те жүріп неғып өтеді. Одан кейін тоқтап жайылады. Жайылып, қанаттарын жайып атар. Өзінің баратын жеріне кетіп бара жатыр ғой. Өздерінің точкалары бар. Осындай кезде, если алдында бір атар тұратын болса, қойшы, менің қоңырауымды естиді, ол уже алдына шығады. Или басқа қойшынікі мен еститін болсам, алдынан шығып, уже көрмесек те әрекетін жасаймыз. Алдынан шығып, қосылып кетпеу үшін. Мына байқұс бір қой ақшаңдап қапты. Бұны ұстап көру керек, неден екен, тырнағы сынды ма? Қазір тікенек кіретін емес, шөптің бәрі нәм. Яғни тырнағы сынды ма, или жара пайда болды ма? Бірақ енді кешке шейін жүреді, енді осылай кешке қарай қорада ұстаймын ғой. Жаңа шығарған кезде байқамай қалғам. Әнекей 100 метр ары кетті. Қойлар көрінбейді.
Мына бір 2 километрдей жүрді. Уже қанатын жаза бастады атар. Бүйтіп жайылып келіп жатыр. Тұман сәл тарқап жатыр, Аллаға шүкір. Тұман кішкене тарқалып жатыр. Осылай. Әлде де 100 метр, 150 метрден ары көрінбейді. Мына қойға дейін 20 метр где-то. Алды көрінеді, арты көрінбейді ғой, короче. Былай айтқан кезде. О жағынан өрмелеп шығып келе жатқан көрінбейді. Әрең көрінеді. Осы күзге, көктемге табиғат осындай тұмандар болып тұрады. Соны бір көрсетіп қояйын дегенім. Өзінің бір спецификасы бар дегендей. Аллаға шүкір. Осы видеоны көргеннен кейін, құрметті қауым, лайк басып, подписация етіп, подписация еткеннен кейін қоңырауды бассаңыз, все деген шығады, оны басып қойсаңыз, бірінші болып көріп отырасыздар. Уведомление кеп тұрады, ескерту кеп тұрады, жаңа видео салынды деп. Астына комментарий жазып кетсеңіздер, сіздер қалай бағасыздар, сіздер қандай бұндай тұманды не істейсіздер, шығарасыздар ма, малды шығармайсыздар ма. 10 қозым туылған, соны 20 күнде үйде жемге ұстадым да, кеше қостым. 10 қозым бар ішінде жүрген. Біреу кетіп бір жатыр. Бізде күн жылы, плюсовой погода. Секіріп кетіп бір жатыр біреу. Плюсовой погода, сол үшін қорқатын ештеңе жоқ. Шеу кетіп бір жатыр қашықта. 15 күн ұстадым. Жемде шөпте үйде ұстап отырдым. Одан кейін ғана атарға қостым. Жерде көк бізде. Жердің бері көк. Сол.